Видео басталмай тұрып лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Найзағайлы сәлем. Кейбіреулердің басындағы ыңғайсыз сәттер камераға түссе, ол дүйім жұртты күлкіге қалдыратыны анық. Бүгінгі видеода мен сіздерге күлкіге қалған адамдардың видеосын көрсететін боламын. Видео басталмай тұрып арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Егер шындыққа тура қарайтын болсақ, мына жігіт сасқалақтап ештеңе де бітірген жоқ. Бұлар әлі тоңазытқыштың ақшасын қайтарулары керек. Бұл қытайлық жеткізуші тапсырыс берілген тортты құртып алды. Ал енді оны өз қолымен жөндеп отыр. Осы видеоның авторлары ештеңені де дұрыс жасамады. Инстаграмға салынатын көпшілік видеолар осындай сәтсіз кадрларды талап етеді. Игра в кальмараның екінші сезонының түсірілім сәті. Ал сіз байқадыңыз ба? Ноутбугі сынып қалса да бұл қыз ешқандай сасқан жоқ. Соған қарағанда йога шынымен де көмектесетін секілді. Осындай пранкты жасауға және ұйымдастыруға мен әрдайым қарсымын. Себебі осыдан кейін бұл қыз біраз уақыт есін жинай алмауы мүмкін. Жолдың апаттық жағдайда тұрғанын көргеннен кейін кері бұрылып кетіп қалған дұрыс. Әйтпесе мына жігіт сияқты бастарыңыз бәлеге қалады. Бұл әжейдің мына темірдің ішіне не іздегені мені қатты қызықтырып тұр. Достар, менің арнамда жақында өте қорқынышты видео шығады. Сол видеоны жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, жанынан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал егер осы видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарийге қай жер ұнағанын жазып кетіңіз. Келесі найзағайлы видеоларымызда жолыққанша.